Қайырлы күн. Бүгін сіздермен кәрістердің марковча салатын дайындайтын боламыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Мендегі 1 килограмм 300 грамм сәбіз осылайша теркадан өткізіп, қалған бөліктерін тамаққа пайдалануға болады. Отқа пісте майды құйып ысытамыз. Бізге осындай укроп, огурцы және 2-3 дана чеснок қажет болады. Ас қасықтың ұшымен кристаллик саламыз. Паприка, қызыл ащы бұрыш және ұнтақталған молотый кориандр, тұздан 1 ас қасық саламыз және 70% уксус. Құм шекер, чеснок 3 данасы жетеді. Осылайша чеснодавкіден өткізіп, болмаса қолмен пышақпен турап, майдалап салсаңыздар да болады. Чесноктың езілмей қалған ірі бөліктерін осылайша пышақпен ұсақтап тураймын. Байқағандарыңыздай, мен чеснокты қызыл ащы бұрыштың үстіне салып жатырмын. Ал енді отта тұрған майымызды алып келіп, тура осы чеснок пен ащы қызыл бұрыштың үстіне құясыздар. Жақсылап араластырып, жаңағы қалған бір бәдіренімізді 2-ге бөліп қосамыз. Бәдіренімізді қосып 3-4 сағатқа салқын жерге қоямыз. Сол уақытта сәбіздің дәмі кіріп, суы бөлініп, өте дәмді марковча дайын болады. Ыдысымызға салып, кәдімгі күнжіті сеуіп әсемдеуге болады.